әсіресе жігіттер үйленген бір рет болғанда, сол кезде болғанда, свиданиеға барғанда болғанда, бұл не? Жоба не ол? Оригинал, кеттік әреге. Бұл жвачка, бұл сол баяғы орбит болаға. Свиданиеға барғанда ауызға салып, жігіттер приятный, ол кезде парфюм жоқ, ауызыңда нормально шықса болды. Сол сағы шайнаға, келесі, мынау не бұл? Не бұл? Кім айтады? Не бұл? Что бұл не хватает? Бәрі біледі, бәрі көрген, не бұл? Нам сода емес ол, первый вариант. Ал! Конечно, на забору я вас приглашаю. Это пищевая сода. Идем! Барлықтарыңыздың миыларыңызды ашып, келіңдер деп WhatsApp-қа жазып, барлықтарыңызды осы кешке шақырған Назым Жұмыр Шапалы ұрпы күніге. Рахмет Назым ханым, мынау сізге за то, что пищевая сода деп айтқаныңыз үшін. Аман болыңыз, мынау жайым аман болыңыз аға. Келесі, кеттік. Мынау не? Что это? Что это? Так, мороженое, конечно, это мороженое. Я оригинал мороженое. Дұрыс. Мұсабекаға өзіңіз сатып алған подарок өзіңіз алмайтын шығарсың. Келесі, кеттік. Не мынау? Не мынау? Не мынау? Шолпан? Мұрынға жағатын звездочка ма? Именно мұрынға жағатын емес шығар ол ағай. Тек мұрынға жағасыздар ма? Дұрыс, бұл сол баяғы заманның кремі. Баяғы заманның кремі, мазь, любой затқа қолданады. Шолпан ханым. Таңдап алайын дейді, бола ма? Жоқ, сол құрмет халқы бола ма? Бірінші Шолпан билеп шығады екенсіз. Сондай екен аға. Музыка, Шолпан билеп шығады, и то подаркасын таңдап алады аға. Ой, рахмет, Шолпан, не таңдайсыз? 12.500 теңге тұрады екен ғой. Рахмет, салмақ тастайды. Сіздер баша салмақ жоқ қой, сіз әдемісіз, өте кереметсіз аға. Келесі, кеттік әреге. Жібер, мынау не? Мынау не? Мынау. Қазір, кім айтады? Вот. Аға, не ол? Анау, экранда. Черем, шампанский. Еще варианты. Апа, не был? Вино. Шампан и вино. Было ма? Оригинал. Нашамыз был советский шампанское. Рахмет, подарок бердің ғой. Черем, зато көзіңіз әкелесіз, прическаңыз күшті аға, өте сымбатты жігітсіз, машалла. Келесі, мынау не? Қандай цифр тұру керек неде? Қандай цифр тұру керек? 1971. Мұсабек аға 5 деген тағы вариант. 5, Жалар ханым 15. Бір, қандай сан тұру керек? 3 деген, 10 деген, және қандай сан тұру керек? 5, 5, сізге 5. Оригинал. 20 копеек. Ол ешкім таппады. Все по-честному, достар. Подарок ешкімге жоқ. Келесі. Мынау тут название. Газеттің аты бар. Кезінде папаларыңыз, мамаларыңыз, көкелеріңіз оқыған, сіздерге оқыған
оқыған. Қазір мына мына столға барайын. Иә, осыны байға берейінші бары. Ау! Правда. Ау! Ага, Назым ханым. Комсомольская. Правда. Комсомольская правда. Правда. Бәрімізде сол ма? Оригинал. Просто правда. Ол жерде ешқандай комсомол деген жоқ. Но правда есть. Правда есть правда. Келіңіз ортаға. Билеп қана. Келіңіз, сіз бейім деген жұмыс бітіп қалған. Есіміңіз? Бұл жерге мен класстас қызбын. Сұрақты дұрыс түсіндіңіз бе негізі? Есіміңіз, атыңыз? Айнагүл. Айнагүл ханым, бірінші бастан бастап оқымасы ма? Иә. Бір шабыла ұрпайыздар. Айнагүл, бірінші бастан бастап оқыған түге. Аман болыңыз. Қана, дұрыс. Рахмет. Ой, сізді таңдап аласыз ба? Таңдап аласыз ба? Сізді капризіне кесіп қойған келіңіз. Таңдап алыңыз. Таңдап алыңыз, иә. Бізде бәрі. Мыналар 15 мыңнан тұрады, 20 мыңнан, 35 мың, рассрочка бар, кредит, бәрі бар. Не аласыз? Осыны алып кете беріңізші. Бола ма? Аман болмас. Осы ғана тегін десе. Ойнамайды, рахмет. Келесі. Не было? Что это? Что тут не хватает? Бәрі союз, бәрі СССР, бәрі сіздер. Кесеріңіз, ешқандай қазіргі заманның символы жоқ. Аба, время! Вариантный бар ма? Жоқ па? Оригинал. Время. Аба, подарка сіздерге. Ортаға келіңіз. Кәдімгі! Жақтырмаймын не? Жақсы көретін бір шабала ұрып қояр, не болды? Доспыз, бәріміз заман ордасымыз. Апа, қош кетіңіз, есіміңіз? Құрдаспын. Негізі сұрақ дұрыс сұрастыр ма негізі? Есіміңіз, атыңыз, как вас зовут? Тамира. Құрдасым кенжегі, дұрыс па? Жігітіңіз қайда? Алхарбекова жоғарғы. Қайда ол кісі? Осы кісі ма? Кешіңізші бір билеп жігіт қызыңыздың алдында, жұбайыңыздың алдында. Сондай ма? Махаббаттарыңыз мәні болса. Рахмет, мына ама енді сізге не берсем екен, мынау осыны берейін, аман болыңыз, риза болыңыз, жақсы болыңыз. Соңғы сұрақ болсын кеттік кереді, әлмен қарай кегі ұсынау. Мынау не? Болды. Осымен ойын аяқталды, кім айтады? Кім айтады? Қас. Бұл пластика. Не жазу тұрады енді, білесіз ба оны? Не жазу? Ага. Ага. Сәл жақын келдіңіз. Сәл жақын келдіңіз. Мелодия деген жазу ба? Ол ма вариант жоқ па? Оригинал. Мелодия. Конечно, это мелодия. Сіз айттыңыз ғой, иә? Подарка бердім ғой. Бір арманыңыз орындайыншы бола ма? Әуелі Алла, әлмен бірі көпшіліктің тілегі 40 бір қыдыр дейді ғой. Бір арманыңыз орындайыншы бола ма? 10 мың жоғыр көтергіш бүйтіп, Назарбаев ұқсап бүйтіп, елге бүйтіп, алғаныңыз всем привет, бүйтіп, құласасыздар, сәлем деңіз, амансыздар ма деңіз. Және бетмен шашып ұстаңыз. С чувством снасы. Құрметті қонақтар, мен енді ортаға тәтті тілек кезегін арнайын ортамызда екінші стол, иә, Назым ханым бастаған осы стол шақырайын. Ағалар әпкелер, түлектер, терексерді екінші стол. Я вас приглашаю, коллеги, келіңіздер.
Бүгін қыздар деп айта берейік, өйткені доссыздар, сондықтан қыздар деп айтсақ айтпа келмейсіздер. Енді ана қатары жақсылар кісілерсіздер. Дегенмен бүгін қыздар жігіттер болды. Құрметті қонақтар, достарымызға А класстың жақсыларына бір шабала бір қоямыз ба? Қайдасыздар А класс? Бұл класс жоқ қой, өкпілік қау жүрмесін. А класс алынбауымызда кімден бастаймыз аға? Кімден? Класс қауым, старсыз кім? Сіз ба? Қазақ айтады. Кім старсы? Айып етпеңіз, Правда, сол кісіден бастайық. Старсы кім? Старсы. Жоқ, сізден бастап берейікші олда, аға. Келіңіз. Қазақ айтады. Сәл құрметті қонақтар, назар салайық. Атыңыз кім еді аға? Асылбек ағамызға шапалақ ұрып құрметін жасап қояйық. Қазақ айтады. Кішкентай жайдек тез қайнайды дейді. Ағам қайнамай тұрғанда тілегін тыңдаңыздар, аға. Қош келдіңіз Асеке. Ассалаумағалейкум. Құрметті класстас малдар. Кездесіп отырған кездесім жақсы етсін, аман етсін болайық. Осы жерде мына ұйымдастырып жүрген мазмұнына рұқсат еткен көп рахмет. Ондай бір алғыс. Біз анау нөмірсіз ақырғы мектепте оқамыз өзгеше, өзгеше уақытта. Айнараға өбәл тұршамыз. Бірінші класстан бастап аты жоқ, нөмірі жоқ мектепте оқығанбыз. Дұрыс қайсырай? Біз бұрыстың арқметіне кезінде етіп жаңыз жылда болмаса шаң тұрқат баратын Париға бешара келетін ауылға кейде есекініп келетін үйде. Солай. Отбастарына бәрімізге бақытты деймін, аман болыңдар, сау болыңдар. 50 жылдықта үсті басымыз басып жүре берейік. Деніміз сау саламат болсын. Аман болыңдар. Құрметті класстастар, қыздар, мынау 45 жылдықтың екі айдан бері дайындалғанына жатып отырмыз. Дені сау болсын, отырмыз, арасындай жақсы болсын, әр отбасыда осындай той, думан, бола берсін, үйленбегенде үйленерсін баласын. Немерелерін үйленерсін, дені сау болсын. Бұл жерде екі кісі атырапсының осы екі кісіге мың алғыс. Мынау Мұсабекпен Назым ханым екеуі жүгіріп, ары жүгіріп, бері жүгіріп осы екі кісі атсалысып, осы отырысты ұйымдастырған. Осы кісілерге отбасыларына амандық, денсаулық, түсіністік, бала-шағалардың әрқашанда қызығушылық көрмесін. Дені сау болсын, осы отырыс бәрімізге жұмысты болсын, бәрінің отбасыларының аман болсын, дендерің сау болсын, бала-шағалар қызықшылығын көріңдер. Ұлдарың, қыздарың үйлендіріп, қыздарың ұзатып, босаңыздар, енді немерелеріңді үйлендіріңіздер. Дендерің сау болсын, аманшылық болсын. Бұл 45 жылдықта енді кездессек, енді 90 кездесейік. Ден сау болсын, соған амин, иншалла, ден саулық, аманшылық, отбасыларымызға аман болайық. Барлықтарың үйлеріңізде той болсын. Рахмет. Қазір, құрметті қонақтар, айтып бермеңіздер. Сіздерді бәрі жақсы мағалар, көңілге болса, азапты тойдың төріне салып отырайық. 45 жылда кездесіп отырған жақсылар келіп жатыр. Бұл кешке жеткен бар, жетпеген бар. Сіздер бақытты жансыздар. Бақытты жандарға да бір қолдап, қолдап отырыңыздар. Ағалар, амалар аман болыңыздар. Бір ауыздан тілек тыңдап отырайық. Ең болмаса шапалақ ұрмасақ та, әумин деп дұғада болайықшы. Тілек жалғасады. Ағалар, енді бір ауыздан ер азаматтар айтып жатыр. Сіз айтыңыз, әннен қарай қыздар жалғасын. Алдымен маған бермедің ғой бір кішеді ғой. Әлі айтам. Әлі қойыңыз. Құрметті ұрластар, кластастар, балалық бірге өткен 4-ші класстан бастап өзіміз 45 жылғы кездесіп жеткен қыз жігіттер, құдай қаласа 45 жылдық
мерейтой ғой біреулерге. Біреу жеткенде бар, жетпегенде бар. 50 жылдық, 55 жылдық, 65-70 жылдықта барсақ деп ойлаймын енді. Бір жігіттердің несі осалы жоқ сияқты, қыздарда кәдімгі сол кезде қыздарда әлбетілген қыздар жоқ. Жетпей жүрген бір нәрсені жеткізе алмай жүрген жігіттер жоқ сияқты әйтеуір. Бәрі жақсы. Құда қаласа осындай той Құда қаласа ертең уақыттың басын қойды. Әсіресе оған да барайық, сол кезде келесейік, жүргізейік, сырласайық, берді айта алмаған әңгімеміз сотайды айтайық. Ей, молодец, Рахима, басын дейсеп тұрған сені қалған бек қанкеде қарап тұр. Молодец, артық шыққанда тұрсында өткенімде бір тұру қарап тұр келе қатарды. Шарапатекінің басында да білімде қалған аспанымыз свет бар, ел ұлыстан алдым ба өлмеймін. Құда қаласа, қыздар жігіттер, той қалмаса берсін, тойда келгенше. Өніне өлгенше дейді ғой, қызық осы неді, өнеде қызық жоқ, құда қаласа, ертең аяқ асып қайып қойыңдар деген айтқан, Омар баям айтқан екен, ана сөзін айтпай-ақ қойыңыз, аминасымен атын. Бірақ тыныш отырып әлі де. Бұл шын болып атқан кезде, Астабардың айтқан сөз бәріндегі. Біз соны айтарым. Атын Омар, аминам аяқым. Соны айтысылап, оған жеткізбеді, молодец, бастықтарда бар еген. Жасылық, той боласа берсін, жасылық тойда келсін. Рахмет ағайын, қараңыз айта келсін, той көріңіз. Енді қыздар қауымы, ханымдар, өздеріңіз етерлетіңдай кімге бастаймыз? Келіңіз, осы жақтан бастаймыз ба? Мархабат пен. Қысқа нұсқа бір жақсы тілектерді кетті. Құрметті кластастар, қадірлі кластастарым, Теміртау қаласынан сәлем сіздерге. Тойларыңыз құтты болсын бәрімізге. Сол 2000 километр жерден осы кластастарын келіп отырмын. Өте сағынып, қуаныштамын. Осы дастарханымыз қандай кең болсын. Бәрімізге денсаулық тілеймін. Денсаулықтың байлығын берсін. Отбасыларымызға амандық берсін. Не тілесеңіздер, тілеген мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Және де 60 жылдық, 70 жыл кездесу нәсіп етсін бәрімізге. Тек той бола берсін. Шабан ұрысыңдар сесай? Жақсы сөз айтылады, осылай бірінші, ең бірінші, мына кешке жиналып, басымыздың қосылғанымыз бір үлкен қуаныш болады. Осылай жиналудың өзі біз үшін бір бақыт, бір қуаныш деп айтсам болады. Тағы бір аттасақ, 5 жылда жарты ғасыр болады екен. Алда сол жарты ғасыр, жетудің әсіресін, ары қарай 60-70. Осылай әдемі күйінде қыздарымыз, әдемі жігіттеріміз келе берсін, тек қана жақсылықпен тойда кездесейік. Мына Алланың берген ол қыздарымызды тек жақсылығы, қуанышты, бақытты күндерін көрейік. Ешқандай жаманшылық болмасын, тойда кездесейік. Құрметті кластастар, бәріміздің бүгінгі жиналып отырған себебіміз әйтеуір осы басымызды жинап, Мұсабек пен Назымға үлкен рахмет. Әне-міне деп қашаннан бері әйтеуір жанталасып, басымызды біріктіріп, қуанышымызды бөлісіп, жиналайық, көрейік бір-бірімізді. Мұнға үлкен рахмет. Деніңіз сау болсын, өмірлерің ұзақ болсын, семьяда бақытты болайық, әрдайым бала-шағамыз аман болсын. Тек жақсылық тойда кездесейік. Айтқан келсін, айтқан. Міне бүгін жиылып отырған себебім мына 45 жылда кездесу екен. Осы Назым мен Мұсабекке көп рахмет айтамын. Осы кездесуді басқарып, барлығымыздың басымызды қосып, осы тойды өткізіп отырған көптен көп рахмет. Дендері сау болсын. Көп рахмет, барлығын көріп қуанып отырмыз. Міне жасарып отырмыз, айтып келгенде. Бұрынғы жас кезімізді көріп.
жүре берейін. Рахмет. Ал ағамыздың айтары бар дағы. енді күндегі көріністі жүрмеген адам сәлем жеңіл болады екен. Мен мұсабекпен азанға ауырсын айтамын деп едім, бірінші шыққаннан есіне шығып бір класстастарым болып, арзан бір өткен адамдар бәрі класстасым болып тұрды. Қыздардың есін көріп назымға алғыс айтамын. Мұсабек, молодец, атаның баласы. Назым көптің қызы, родной, бәрін бір адамымыз ғой. Сендердің арқаларында Назым құрдас, Мұсабек Мешек дегендей. Осы тойдың атсалысып жүрген осы құрдасыммен Мұсабек бауырым. Рахмет, молодец. Мың қошыға бір басшы дегенде, әрбір нәрсенің өзі ұйымдастыратын кісі болады. Сол кісінің өздері жұмылып шықты, қыздардан Назым деген біздің бір сұлуымыз. Жігіттерден Құсеке, рахмет сіздерге. Әрине бәрінің үлесі бар, бірақ бұл кісілердің еңбектері көп рахмет Алладан айтсын. Рахмет. Мен бұл кісілерге ризамын ағайын. Мен бұл кісілерге ризамын. Алла разы болсын. Өздері тілек айтып тұр, өздері тыңдайды, еще өздері шабалап жатыр. Астарыңыздан болсын, сәл назар аударып отырайық. Мұсабек ағамызбен біздің Назым ханымға алған нұры жаусын осы кештің ұйымдастырушылары. Әннің қарай тілеп келіңіз. Класстастар менен бүгін араға неше жыл салып, 45 жылға кездесіп отырмыз. Тойдың болғанынан болатысы қызық. Осы күнді бәріміз асырап күттік. Мектепті бітіргеннен кейін неше жыл көрмеген класстастарды көріп отырмыз. Қуаныштымын, аман болыңдар. Құда қаласа мына 60 жылдық, 70 жылдықты құда қаласа тойлау нәсіп етсін. Жүрегіміз жас, әрдайым жас отқасын, құда қаласа той-тойға ұласа берсін. Отырған орындарымыз жоғалмасын. Тек жақсылықта бір-бірімізді іздейік, бір-бірімізді сағынысып көрсейік. Алла сол күнге жеткізсін. Тойға ұласын. Жолыққан қандай жақсы, кездескен қандай жақсы деген. Міне осы деген айтылмаған, жолығып бүгін қуанышта отырмыз бәріміз. Мұсекең, рахмет. Назымның қасына Шолпан қосам мен. Шолпан ерекше өзіне мотивация беріп отырғаныңыз бұл. Рахмет, өткендеріңіз үшін. Дендеріңіз сау болсын, бәрі сыныптастар. Тойдағы жолға 45 жыл қарасаңдаршы, әлі бәрі жас-жассыңдар. Дұрыс па, Иван? Дендеріңіз сау, 50 жылдықта, 60 жылдықта, балдарымыздың, қыздарымыздың тойларында бір-бірімізді шақырып, сыйласқанға не жетсін, сыйласып жүрейік. Дендеріңіз сау болсын, құрметті класстас, сыныптас қыздар, балдар. Барлықтарыңызды осы 45 жылдық мерейтойларыңыз деп құттықтаймын. Барлығымызға осындай жақсылық. Мына Мұсабекпен Назымның қызы Шолпан үшеуіне рахмет ұйымдастырып басшы болып жүрген. Барлықтарыңызға үйлеріңізде той болсын, үйлер деген балдарыңызды үйлестіріп, қыздарыңызды қысты қолына қондырып, тойларда қызмет болып жүре берейік. Шақырылу ұмытпаңдар, жастар, Назымның қызы Шолпанға өзім атынан орамал бар. Ал құрметті менің сыныптастарым, мынау қанша уақытта бері асқан Айбеттеңіз орамал болмамай жол болады деп жатыр. Шолпан орамал құтты болсын.
Және Шолпан жеңге рахмет. Мамаңыздың жолын беріп, сізде осы 45-50 жылда өйстіп молодая болып жүре беріңізші. Ал тілексіздер, назар салайық. Құрметті қадірменді қастастарым, мынау бүгінгі күніміз өте тамаша өтіп жатыр. Мынау бірінші Назым мен Мұсабек, мен қасында бір 2 күн болдым. Олар оңай емес екен. 2 күн болып, күннің ыстығында мысалы 30-36 градус ыстық болып жатыр ғой. Соған қарамай, одан шолпан 2 күннің өзінде шаршап қалдым мен. Олар киінеді, тастап кетті. Қарамай қалдым ғой деп. Оңай емес, екеуіне рахмет, мың алғыс, Алладан қайтсын осы істегендерім. Мына қосыстар балдарда мына көріп, барлығымды көріп, өте қуаныштымыз. Қасындағы жолдас келіншектерді көріп, кейбіреуіміз көрмегенбіз ғой көптен бері. Одан мына Дания менің парталасым болған. Дания екеуміз бірге отырғанбыз. Иә, енді кім Нұржамал келе алмады, Фариданың жағынан да келе алмады. Өте қуаныштымын, Данияның орнын жоғалтпай келіп отырғанына көп рахмет. Барлығымызды көргеніме қуаныштымын. Көңіліміз енді төбеде тұр ғой енді. Иә, өте қуаныштымыз. Отбасыларына амандық, мынау балдарының, қыздарының аман болсын. Солардың арқасында бәрін жүре беріңдер. Бір-бірімізді сыйлап, тойымызда, қуанышымызда бөлісе берейік. Мынау Самада балаға да рахмет. Қанат. Кімге? Шариф ағаға. Шариф ағамен де 2 рет таныстық. Өте тамаша бастағызды. Той керемет өтіп бар. Өте қуанышты. Рахмет сізге де Алланың разы болсын. Енді әлмен қарай тоқсын, осы сөздің тобақтай кейін осы кешті бұна әуелі Алла, әлмен қарай осы организаторларға ерекше құрметіміз, алғысымызды білдіреміз. Осы әдегаға Алланың разы болсын. Рахмет сізге. Және бір керемет ұйымдастырушымыз Назым ханымға да әзима қошымен құрмет болсын, сіздерден болсын. Тоқсан ауыз сөздің толықтай түйініне келсем, құда қаласа қалай сұрайыншы, ойларыңнан шықты ма? Мен не дедім, айттым ғой, өздерің өздеріңді көргенде маған қадал болмайтындай сөйлеп беріңдер. Түнді түн демей, күнді күн демей, қызымды ұятқа алып, күннің нұрағына да, Шолпан, анау ап кетті ғой, анам кетпеппіз ғой, анам сүйреті жоқ қой деп, осыдан да бәріне осы менің шамам жетпесе шындығына келгенде телефонда да түсінбеймін, мынаның бәрі түсінбейді, анадан шығарсын, ой, назым білмеймін дейді. Сонда қызым бәрін ұйымдастырған, экранға шығарған, ана жастықты да меруеге болып еді қызым сөйтейік деп, оны да келіншектерімен түскен суреттерді беріңдер, әдемісін беріңдер, ұнатқанмын деп айтудың өзі бір не болды маған, тірлік болды, әлеумет болды. Сіз іздетсіп, ендігі той 5 жыл өтсе ғасыр той болады дейді ғой, оны ұйымдастырмаймын, бірақ айтып қояйын. Қиын екен. Енді мынау менің қызымның нағашы әпкесі, менің құдағиым. Мен осы қызды осы Қараөзеннің етігіне бергеннен осы кісі күтіп алған. Бесік тойында да болған, дар тойында да бәрінде осы кісілер тамада болған. Бүйтіп бір жерде кетіп баратырмыз, Мұсабек машинаның ішінде сөйтіп бір уақытта Шолпан, ойбай дейді, не болды? Ой, мына жерде шариғат ішеміз деді менің. Тамада суға барайық деді, тағасы да кездесе кетті, оған мәлі деп. Сонда Мұсабек тағасы
халық келіп осы шари құдағимен не қыламыз кездесті. Сөйтіп шари құдағиға айттым, құдағи дедім, енді біз әйел жатымыз ғой, әйел жатына сандапты деп мен екатип сөз естім. Құдағи дедім құдағиға. Құдағи айтты, құдағи, мен сізді ырза қылам, кластастарыңыздың алдында сіздің абыройыңызды ешқашан да төкпеймін, болды, өзім ұйымдастырамын деді. Сөйтіп айтты, мына Қанатжан бұл жігіт осы анасының тәрбиесін алып, бұның гонорары дейді ғой, айып еткендер, 250 мың, 200 мен баратын жігіт бұл. Соның арқасында міне құдағи менің біраз сөзімді қалдырмай жерге міне жігітті әкеп, жігіт қалай, Қанат қалай, Иван? Ертең маған Иван қапа болып кетмесін деп құдағиға айтқам. Міне оның нәтижесін міне Шәкен шығарды. Соның енді мына менің өзімнің атымнан құдағилығымыз бар. Ана біреуді беп Шәли құдағиға өзімнің атымнан міне әдемі шақыраған сөйлетін алып мынандай қабыл алдыңыз құдағи. Рахмет. Енді ортада құдағилық болғаннан кейін, өзіміз болғаннан кейін өзімнің атымнан орамал жол болмайды, тоң болмайды, сыйластық бұл жерде ақ көңілден, шын жүректен құдағиыма міне шапан. Турецкий күндер, қадірменді қонақтар, баршаңызға үлкен рахмет. Орамал тоң болмай жол болады деп менің құдағиым сонау Астанадан алып келіп отыр маған. Бір қошемет соғып қойыңыздар. Енді құдалық болғанымызға да бірнеше жыл болса дағы менің алтын келініме Шолпанға да бір қошемет соғып қойыңыздар. Рахмет баршаңызға. Ал енді Бақытжан аға, рахмет бәріңізге. Мен естіп қалып едім, ер азамат қалада жоқ па дегенде мен айттым, бір ауыз сөзіңіз дедім. Хорошо, что бүгін тойы жоқ еді. Әбетте бір той өткізді, бері қарай мамама барайын деп келіп отқан менің ұлым Қанатжан Құдайберген ұлы осы болады. Рахмет. Жоқ, негізі гонорар тұрған ештеңе жоқ. Аға сіздің сөзіңізге келіп отыр ғой. Ақшасын сіз төлейсіздер. Ойнап аға, ойнап. Бір суреткесі ғой. Аға, келіңіздер кәнеге. Әдемі кештен, әдемі тойда.
pazar günü olayşı. Ama güçlü bilediniz. Maşallah, öyle keremet bilediniz. Ya, kim güçlü biledi? Al, lan siz güçlü bilediniz var, körüküşü. Anana енді spor olmalı. Şaşamanızlar, şaşama degiler. Ket bunun benim, güçlü bilege, ket körüküşü. Tavoda, әлем, мана күшті билеттігінде бір шамала құрып қойсыншы, бар ма? Иә, жоқ, одан да күшті билеген мана қасы дегендер бар ма? Жоқ, одан да мықты билетін мына кісі дегендер бар ма? Ойбай, осы кісі ма? Осы кісі күшті билет дегендер бар ма? Мен өзім көрмедім, бірақ күшті билейміз. Амалбаңыз, рахмет. Билейміз ба? Билейтіндер шамала құрсыншы, билейміз ба? Рахмет. Келесі ән, келесі би, Қайрат Нұртастың әні бүгін шықты. Орныңа отыр, пожалуйста, деген екен. Сонда енді дастарханға берекесі болсын деп, мынау дастарханға екінші асыңыздан бұрай. Мархаба. Айтылсандарға да бір шағала оқыған жас оғай емес оларға да үш табақты шоу алып шығып жатыр мадалсын рахмет той көрімді барыш көрімді. Енді құрмет қонақтар, бүгін енді көптен көрмеген достары бар. Көңілі бар қазандай ашылған, көріспесең сағыныштан шықпайды, кылар шағын бала күн осынан. Şam olsa, üstüm olsun diye aşağı sesinde görüye
сағыныштар жолдасақ та бірге жүріп жалғанда адасақ та бірге жүріп адастық шам болса әрқашан жеңісіңді көрейін сарамазда бітпесін шамазда бітпесін сарамазда бітпесін керек емес бұл. Негізі өмірдің құралы. Мен бұл ақшаны қайырымды қорға берейін, иә? Қайырымды қорға берейін, иә. Бір екі баласы бар әйелге берем, соған үйірсін. Үйде отыр ол әйелге, соған бар келеді. Кто не работает, тот не ест. О! Міне осыны айтыңызшы. Міне, аргеманы көріңіз аға, міне қараңыз. Кто не работает, тот ест. Міне! Дұрыс аға, красавчик. Бірінші ұпайыңыз құтты болсын, екі ұпай алсаңыз подарок беремін. Келесі, жібер, фраза. Бомбарбия. Кергуду. Что он сказал? Итак, что дальше было? Фраза. Қандай фраза бар бұл жерде? Самый популярный. Бала кезде көп айттыңыздар, мүмкін. Әлі күнге дейін айта жүресіздер. Қандай фраза еді, аға? Кто не пьет? Пейте, пожалуйста. Сіздің ойыңызды келіп қапты ғой, аға. Тағы бар ма? Фраза, любой. Кім біледі? Фраза. Білмейсің ма? Білмеймін ешкім? Ұмытып қалдық па? Көрсет фразаны. Көрсет. Он говорит, если вы откажетесь, они вас зарежут. Міне осы фраза. Естеріңізде ма? Жалпы осы сіздердің бала күндегі кім біледі, бір фраза бар бұл жерде. Қазір. Бәрі айтсын. Ақбозат ең қайдана. Сондай ма? Аха. Дұрыс па? Вариант бар ма? Осы ма? Оригиналын көрейік. Ең қайда Ақбозат. Рахмет, жеке бір ұпайымыз бар, екі ұпай алады, подарка сізге. Келесі фраза, кеттік.
Ой, мыналай соғама. Мен тамаша жер таптым. Міне. Итак, что дальше было? Какая фраза бар? Бұл жерде өте популярный фраза. Ага, сізға қандай? Балығым мынандай. Тағы. Тағы бір сөзі бар ғой, балығым мынандай. Дұрыс, тағы бір сөзі бар. Это очень популярный фраза. Ағай, бар ма? Вариант? Жоқ па вариант? Осы ма? Оригиналды көрейік олай болса. Ал бағы бар ғой, мынандай. Ал емес. Көрдіңіз ба? Алы деген сөзді ұмытып кеттіңіз. Ойда бәрекелді. Дұрыс бір ойыңыз бар. Дұрыс таптыңыз. Келесі фраза. Давай, жібер. Бұл жерде фраза. Болды. Осы жерде бір фраза бар. Кім айтады? Мұсабек мырза. Не айтасыз? Где ты, Бекто? Ойбай, бір класстасын шақырам не болды ғой. Күшті. Бар ма тағы фраза? Жоқ. Оригинал. Гектар! Гектар! Деген фраза дұрыс. Мұсабек ағам бір ойыңыз құтты болсын. Мына подарок алатын бәрін сіздерге беремін аға. Келесі фраза давай, жібер. Келесі кино фраза. Спасибо. Ага, кеттік. Осылай. Итак, что тут было? Кім айтады? Қандай фраза бар бұл жерде? Өте популярды фраза болды. Кім айтады? Бар ма? Варианты? Ау? Телебит? Ау, жәні, аман болыңыз. Тағы бар ма фраза? Жоқ па? Неужели кино көрмегенсіздер? Аға, не фраза болды дальше? Нәжима. Бала кездегі махаббатыңызды айтып қойған жоқсыз ба? Алло. Ларису Ивановну хочу. О, осы бар осы. Жібер кеттік. Күйеуге шығудың білмеймін. Келіңіз, дайын тұрған жігітіңіз бар ма? Бар. Болғанда қандай. Что дальше было? Не болды, қандай сөз болды? Фраза. Сізге подарканы дәл осы табыңызшы. Пенделіс періште. Және қандай прическаңыз әдемі. Күшті. Тағы бар ма фраза? Жоқ па? Жоқ па балалар? Неужели кино көрмегенсіздер? Тек қана жұмыс істеп жүргенсіздер ма? Тек қана мектепке барып аға. Болмас жоқ па? Жоқ. Я! Сіз ортаға шақырайын, мы вас награждаем. Келіңіз ортаға. Билет, коллеги! Йоу! Өте керемет, за образ отдельно овация, это шикарный элегантный образ отдельно. Ау, Жолдасын шақыршы уже. шақырайын ба жолдасын? Мына ағам өзі атаман болған ау деймін. Отырып алып ағаны үйтіп ана биіктеп ағама аман болсын. Жолдасың мына ханымның келіңіз ортаға, жолдасыңызды қолдаңыз. Қайда? Аты кім? Үйден не деп шақырасыз? Асеке. Вот Асеке, келіңіз. Привет, Асеке! Рахмет, Асеке. Енді мен шақырған жоқпын сізді, мына кісі шақырды, өте керемет. Бұл мен Палшан. Екеуміз бірге армияға кеткенбіз. Енді формасына қарап айтып отырған. Класстасыңыз үшін. Бірге тұрыңыздаршы, мына бірге тұрыңыздаршы. Екеуміз. Жоқ. Қазір екеуі класстасыздар ма? Иә? Класстасыздар ма? Бір нанды бөлісіп жедіңіздер ма? Иә?
бір табақтан, бір тарелкадан тамақ ішкіздер ма? Алюминовый, шашкиден жеген. Бір нанды бөлісіп жегіздер. Нанның бәрін аға сіз жеп көпсіздер. Той болты болсын деп қойыңыздар, рахмет. Ал аға. Жолдас екеуміз жеп қойдық қой. Сол, өте. Сізді бағам деп, аға, және мынау сковород өзіңізге жететін, өзіңіз бір әдемі тамақ істеп, өзіңізге бір удобнылығы. Мынау сізге қамыр жайып, ағамды бағып, қағып, аға, жеңгем насты кезде болмаса өзіңіз жұмыртқа қуырып, сосиска пасиска қуырып, қағыңыз тойды болмаса. Аман болыңыз, рахмет. Ағалар, я, келіңіздер, құрметті қонақтар, баршамыз бірге береке. Келіңіздер, қош келдіңіздер. Сізге шабалап болмайды. Клара, за ваш лучший выход. Күшті шықтыңыз, билеп, әдемі шықтыңыз. Мың жасаңыз, Клара, аман болыңыз. Күшті билеп шыққан үшін. Және кімге басайыз? Тілекті ағалар, әпкелер, жақсылар, беймандар, достар, аға сізден кәнеге. Исап отырайық. Баяғыда мектепте ең алатын еді. Ассалаумағалейкум. Қадірлі, құрметті, асыл, арманды, менің жастық дәуірімдегі ең жақсы көретін, ең асыл, арманды, менің класстастарым. Ура! Қалайсыздар? Көңіл-күй қалай? Көңіл-күй қалай? Көңіл-күй. Ал, құрметті қонақтар, құрметті класстастар. Мынау бүгін ұйымдастырып отқан ең жақсы осы басымызды қосып отқан жігіттерге, қыздарға рахмет, алғысымды айтамын. Ал екіншіден осы жердегі Жанар ханым менен Қанатқа мың алғысымызды айтамыз. Рахмет сіздерге. Мынау төмендегі залды тереңдеп тұрып, Шарипа ханым өте күшті мынау осы жігіттердің, қыздардың енді бұл жерде Назым менен Жанардың көңілін қимастан Шарипа ханым осы ең үлкен залды бізге бұйыртқан екен. Осы екі қыздың көңілін қалдырмайын деп Шарипа ханым осы жерді бізге берген екен. Алла разы болсын, рахмет сіздерге. Ал құрметті менің класстастарым, енді мен бір 2-3 минут тыңдайсыздар ма, тыңдамайсыздар ма? Жоғарғы. Мектепте жастық шағымыз, класстастар, мектепте жастық шағымыз қандай керемет күштерді, коридорда қандай құтыстық, класспен класс қалғысатық, тарих сабағы, география сабағы, математика, Омар ағайдың сабағы, сондай қарама керемет қандай күшті күндер болды. Енді міне жастық шағымызды армандаудың осы жиылып отқан себебіміз, осы жастық шағымызды 45 жылдан кейін кездесіп отырмыз. Ана 10 жылдық, 20 жылдық біздің үйде өтті. 15 жылдық өтті. Оған енді құтмадан келген жоқ, бастаған жоқ. Мына 45 жылдыққа осы жерде жақсы жиналып отырмыз. Міне қандай керемет. Енді мектептің қандай жастық шақты осы
класстастарымызға қандай ғашық боламыз. Енді о кезде балалық шақ қой еді. Балалық шақтың өзі бір несі бар екен. Енді міне әрқайсымыз бір-бір отан болдық, бір-бір семья болдық. Әрқайсымыздың бала-шағамыз бар, құда-жекжатымыз бар, немереміз бар. Енді Алла бұйыртса шөбере көрейік. Не қылайық? Мына менің жолдасым. Я. Байларсадарға қолым жетпейді, байларсадарға мына арғамыз. Я. Аты есімі Айсұлу. Я. Ал мына құрметті менің класстастарым, мына бақытты болыңдар. Дендерің сау болсын, үйлеріңде той болсын. Құда қаласа мына жақсылықты барлығымыз бірге қауышайық, бірге көрейік. Енді мына өсіп жатқан ұл қыздарыңыз бар, келіндеріңіз бар, немелеріңіз бар. Солардың тойларында бірге болайық. Құда қаласа онша-мұнша жастық шақта өткен бұзықшылық қылған болса, онша-мұнша кешірім сұраймын. Жастық шақтағы бұзықшылықтарды басқаны кешірім сұраймын. Рахмет. Абстрактор. Ana aumин. Aumин. Дальше понятно, да, деген екен бір. Болды ғой не бұл? Әбдіғап жыртылып әңгіме айтпады. Біреуін тыңдамадым. Қыздар, сендер ішкен жоқсыңдар ғой. Тақырбас Иран ішті, ислам ішті, сәби ішті. Енді басқаларын түш olsаңдар, тыңдаңдар. Тоқты болсын. Мынау 50 жылдықтағы бір істегішті осып. Жарай ма? Рахмет айналайын. Өстіп келгендеріңе де. Жандарыңа аман болсын. Жүздерің жарық, аспандарың ашық болсын. Рахмет айналайын. Құрметті ағайын тұлғалар, құрдастар, қырық қойдан мереке болсын, құтты болсын. Кешемізде бітірдік қой бәріміз. Дендерің сау болсын, балдар аман болсын. Келін алсаң келіне қызығы көрінді, көз алса қызының нетін көрінді. Мына бірінші денсаулық, екінші мына 45 қойдан құтты болсын. Келін ағайын оқылы келінен құтты болсын. Қыз отпағана қыз алсын. Мен осы мына қазақтарын көргенде қуанышты болдым мен. Мен көз басам 2 жыл айымен деген. Шамы етпейін мен. Қуаныш күндері құтты болсын. Өне күн жүре білейік. Той болсын үйлерімізде. Мына мен қасымдары соларсын. Сексен үйленген мен деген. Рахмет аға. Қазір жеңгел айтасыз ба, қосыласыз ба? Қосылам деп жатыр я. Бұл кісі аға қосыламыз ба? Сізден аға қосылып келіңіз, айтыңыз аға. Салам алейкум, достарым, қыздарым. 5 жылда жоғарыда отырмын, класстарым. Құда қаласа осыны ұйымдастырып отырған Үрсәбек досым, Назым қарындасым. Тағы осы жерде ұйымдастырып отырған жігіттер бар, Назымның қызы бар. Мыңда бір рахмет. Солар бақытты болсын. Құда қаласа үйлерінде той болсын, тойларында қызмет қылайық. Ең жаман күндерің осы үйлерінде осында тәуелді болсын. Құда қаласа мына класстарым келіп отыр, мына Астанадан Алтынбек, Раушан деген бір 5 жыл болды көрмегенде сәл арықтап кетті бұдан. Құда қаласа мына дендерің сау болсын. Құда қаласа тап бір аптадан кейін бақыт үйінде құда қаласа келін тойында кездесек, осы жұп боп, мына Роза мен біраз көрмегім, ұлтырені көрмедім әйтеуір. Мына Айсұлуға кім Әбдіғам үйде тықып қойған көрмейді. Айда көрмегім. Дендерің сау болсын ұйымдастырған қыздарға
мынау тойымыз тойға жабаса берсін, ең жаман күніміз осындай болсын. Мына Танярдың жолдасы келіп отыр, оған да рахмет. Мына бүгін мен жаңа Қосымұраттың үйіне, Фариданың үйіне барып айттым. Ол да айтты, Құда қаласа бір-екі күнге барып өтеміз деді. Оған да рахмет. Мына Бақпан келгенде олар айтып отыр. Тамада жолдас, Құда қаласа сыйыз той болсын, Құда қаласа жаман күніміз осындай болсын. Құда қаласа 50 жылда аман есен жолға берейік. Бала шағаларың аман болсын. Рахмет аға. Ал, аға, қош келдіңіз, тілексіздер. Рахмет, Тамада. Мынау бағанадан бері отырсыңдармыз. Қалай егер қайтып қайтып, жасы шақтардан қайтып қайтып. Мына кем мақтайды, бір ай жерге барып қайтып, телевизор кедерді бәрін әріп қайтып қой. Құдайға шүкір. Не дейміз енді? Айта береді. Жасыларымыз бақытты болу. Отырсыңыз жарыса бердім. 70-80 жылымыз жарыса бердім. Әлі осыға бір-бірімізбен құда болайын. Қыздар бар ма? Қыздар бар ма? Мен бір балам бар қыздар. 2010 жылғы. Сіздер бір ауыз қысқа нұсқа тілек айтыңыз, ау аға. Негізінде бар ғой менде. Достары менің, ендерім ауызым бірге жүрген. Ең керегі дос керек, байда керек емес адам, дос керек. Қанша бай болғанмен, досың болмағасын керегі жоқ орнай. Ең керегі дос. Бала кезде достарым өте қимай жасады. Рахмет Тамара. Келсең атымда, Жанар екеуі рахмет, кімдер жаңағы. Назымов, осы қыздарға балдан рахмет етемін. Шолпан, рахмет, мына тойларында қайсың, қызметтерің алада қайсың. Өмір атқан жалпы тойда келсейін мен. Махамбет рахмет, Рахмет, аты қалған жақсылар. Енді құрметті кластастар, ағалар, жеңгелер, келіңіздер. Құрметті ер азаматтар, әркім орамал болмай жолы болады. Рахмет. Құрметті жеңгелер, орамал болмай жол болады деген қазақтың қазына сөзі бар. Енді рахмет. Енді түсінем, сіздерді бір әулеттің құдағисыздар, бір үйдің енесі, анасысыздар. Бірақ енді бүгінгі статус келін болып тұр ғой. 64 бір сәлемсіз көзір мәз отбасы осы бір осы жасқа келгенде кім ойлапты мына келіндерден бір сәлем аламыз деп. Дайынсыздар ма? Келіндердің сәлемі. Құрметті 4-ші мектеп түлектері. Шабала қошеметті қазір аямаңыздар, қазір келіңіздер. Келіндер, енді кел деп айта берейін, енді апасыздар дегенмен бүгінгі кешіміздің ең қадірлі сұлу қыздары сіздер. Құрметті келіндер, жеңгелер, бір жігіттерге бар, қасыздарға сәлем салып қойыңыздар, мәз болмасын. Ризасыздар ма? Қайда шапалақтарыңыз? Рахмет. Келіндердің... Қыздарға... Келіндердің атынан бір кісі тілек айтсын, кім бізде? Келіндердің атынан ба? Күл келіндердің атынан. Кім? Айтады. Кім? Сөзге шешемін сәл келіңіз кәне. Құрметті қонақтар, құрметті жақсылар, құрметті мырзалар, ханымдар, 4-ші мектептің түлектері, сәл сабыр-сақтыңыздар. Мынау жігіттердің жалғыз жүрегіне жол тапқан біздің жеңгелеріміз, жайдағы жақсылар, әдемі тілегі бар. Тыңдайық, назар салайық. Жанар ханым, сіз айтсын дейді, келіңіз. Ал құрметті бүгінгі той иелері, бүгінгі мерейтойларыңыз құтты болсын.
Аллаға мыңда бір шүкір осы күнге жеткізгендеріне. Мынау енді көптен бері бірінші рет басып отырсыздар. Ауылда дегендей, 50 жылда ел жаңа дегендей, біз енді бәріміз елімізді жаңартып қой. Міне сондайдың арқасында енді қазір 45 жыл болып бас қосып отырсыздар. Бақыттысыздар, бәріміз де бақыттымыз. Осындай заманда, осындай күнде өмір сүріп жатқан. Енді барлығымыздар ғой енді ауылдан бері бірге келе жатырмыз. Мен айта берсем, осы сыныптастардың ішінде менің өзімнің туып өскен жерімде бір көшеде тұрған көршім бар. Ол негізінде ол кісі менің құдайы көршім екен. Мен бала кезімде көрші болдым, одан тұрмысқа шыққаннан кейін келген жерімде де бір көшеде тұрып көрші болдым әке-шешесімен. Одан осы Шымкентке көшіп келгенде де бір көшенің бойында тұрып, бір остановкада, яғни аялдама ата бір болып көрші болдым. Ол мына жерде менде Казенова Роза деген қыз бар. Менің ауылдасым кіндігімнің қаны тамған жерден бастап менің ауылдасым, менің көршім бақытты болсын, құтты болсын. Одан тағы да бір тарих, Мұсекеңнің сыныптасы, менің курстасым 5 жыл бір комнатада бір мейізде бөліп жеген дегендей, мынау Россияда бірге оқыдық. Ол Маримова Гүлсара деген қыз бар мына жерде. Иә, барлығымен Рахима деген қызбенен тақалса бір мектепте істедік. Гүлсарамен де бірге істедік бір мектепте. Шарапатпен бірге істедік бір мектепте. Айнагүл деген сұлу ханымыз бар. Ол жеке тіленшіміз еді ғой барлығымыздың. Ол кісі көйлек тігіп бергенде қай жерден алдың дейтін еді маған. Кім тігіп берді деп сұрамайтын. Бұны қай дүкеннен алдың деп сұрайтын менен. Енді айта берсе осылай барлығымды жақсы көремін. Бақытты болыңыздар. Мына жерде ер балдардан да барлығымыз, мына менің туысқаным отыр Бақыт деген бауырым. Мына күйеу жігітімізді негізі менің қайнағам бар. Менің сол қайнағамның қолына түскен, сол кісінің үлкен баласы болып есептелеміз, Мұса екеуміз. Бұл кісі мен сол қайнағаммен бірге сол кісінің қолында бірге жұмыс істеді. Сондықтан бүгін көріп қайнағамның күнінде болып, мен бұл кісі біраз өмірден озып еді. Көп қуанып жатырмын барлықтарыңызды. Барлығыңызға керемет, әдемісіздер, өздеріңіздің сұлу қалыптарыңызды сақтап қалғансыздар. Мынау жоқ күйеу бала келмегендерден бір ғана Махамбет күйеу балаңыз келген екен. Рахмет дейміз, қыздардың барлығын осылай аялап алып жүрген, қолдарына салып, әдемі қылып. Мынау қыздарымызға рахмет, күйеу балдарды алып жүрген дегендей. Барлығымызды көріп қуанып жатырмыз. Бүгінгі күннің қадіріне жете біліңіздер. Құда қаласа 45 жылдықтарыңыз 50 жылдық болып ары қарай жалғасын таба берсін деймін. Бұдан ары қарай да таба берсін деп тілек айтамын. Бақытты болыңыздар, арман ниеттеріңізге жете беріңіздер. Біз сіздермен осылай құрдас болып, жолдас болғанымызға өте қуаныштымыз. Бақытты болыңыздар, барлықтарыңызда. Мынау рахатын көріңіздер, бала-шағаны. Рахмет. Жеңгелеріміз осы тілекке қосыламыз ба? Жанар ханымның тілегіне қосыламыз ба? Иә, бірегейлі. Енді құрметті қыздар, осы 4-ші мектептің түлектері қыздар, сіздерге жеңгелеріміздің де атынан ответка бар екен. Мына орамалдарыңыз қабылдады, Алла разы болсын. Тапқандарыңыз тойға, жақсылыққа, үйдегі ұл қыздарыңызға бұйырсын. Енді жеңгелер подарка бар ғой қыздар, сіздерді сыйлап, ортаға шақырмаймыз. Отырған орындарыңызда жеңгелер өздері сізді еркелетіп, құрметтеріңіз орнына қойып, бір жеңгелердің атынан подаркамыз бар екен. Қабыл алыңыздар, құрметті ханымдар! Мектеп түлектері, барша жігіттер,
Бүгінгі кеш қалай осы әйелдер араласпаймыз, тек жігіттермен жігітше сөйлесейік, иә? Жігіттер, кеш қалай болды ағайын? Значит, жігіттерге қонақ жатыр. Енді сол жігіттердің бірін қаларының ортаға шақырайық. Келіңіздер, құрметті жігіттер, әлі бұлмен тағарымыз аяқталмады, тек жалғасады. Алланың төлімен де жұмыс істейді. Қара терге батыр. Осы үйім аман болсын. Бала шағам өсіп, абыройлы болсын. Елдің қатарына келсін. Менің Алланың алдында таңдаған, елдің осы алдында таңдаған жан жұлайым әрқашан бақытты болып, жымиып күліп жүрсін деп қара терге батып жүрген қазақтың мықты жігіттерінің қыздар еді. Сіздер шабана ұрпайыңыздар, қыздар! Қыздар, подарыңыз! Рахмет баршаларыңызға. Сізге беріңіз. Енді 400 столда отырдыңыз ғой, дұрыс па? Осы столдың атынан мен жанарапке, жеңгелердің атынан сөйлеп қосыласыз ғой енді, осы жігіттердің атынан міне командаңыз, жолдас көпті жауап алмайды. Әр тойыңызда осы жігіттер келсе, әр тойыңызда қуанышыңызда бірге болсын. Достықтарыңыз мәңгі болып, Мұсабек атыңыз мәңгі жасай берсін аға. Достарым жауап ұрпайыңызға. Тілексіздер. Ал құрметті кластастар, қыздар, сыйлап мынау біздің апанеге бастарымызға кеп кіргендербайсыздар, оған үлкен рахмет. Мынау бұл шын айтқан кезде бұл жалған неге дейді. Қазақта мақал бар, қамшының сабындайды. Бүйтіп ойлап қарасаңыздар, кеше ғана мектепті бітірген бала сияқтымыз, мектепте жүрген сияқтымыз. Бірақ мына кластастардың орны өте бөлек көрген кезде басқаларға қарағанда өзім туысқандай болып, бір мектепте оқып бітірдік. Мына сіздерді көріп, өте қуанып жатырмыз. Тағы да бір жүрегіміз жазылып, қуанып жатқан жайымыз бар. Бәрінде бері мынау Назымға, маған, мен жолдасым Жанарға, мынау жиенімізге үлкен рахметтеріңізді айтасыздар. Рахмет. Біз жаңа Назым айтып кетті. Назым, саған айтып жатыр. Назым, жаңа сен айтып кеттің ғой. Осыдан кейін мен қатыспаймын деп. Ондай сөз айтпас. Біз еш уақытта да қартаймадық. Деніміз сол болған кезде әрқашандан осындай қуанышқа шаршамай, бұдан кейінгіде 50 жылдық, 60-ық, 70-ық мына кластастар үшін қызмет істеуге дайынбыз. Әрқашандан еліміз сол болсын. Дегеніміз қой, көргеніміз той болсын. Әрқашанда ойнап тұрып жүре берейік. Еш уақытта жүрегіміз қартаймай, жас шағымызды еске алып, осындай қуанышымыз көп болып, тойларда кездесе берейік. Барлықтарыңызға рахмет. Құрметті қыздар, мына біздің жаңағы жігіттің жолдастары. Барлықтарыңызға рахмет. Тамаданым, саған да үлкен рахмет. Қазақстан Республикасының және де Шымкент қаласының құрметті тұрғындары, қазақ елінің ел ағалары, ел болып тағы бір қолды құрмет қойыңыздар ағалар. Кеш құтты болсын! Мұсабек аға, ешкім жасамаған дүниені бүгін жасайықшы. Ешкім жасамаған. Мен қазір баршаңызды ортаға деп сіз биге шақырам деп айтасыз, жарай ма? Бәрі әдетте тамады шақырады ғой, бүгін сіз шақырыңызшы, ел ағасы ғой. Ал, ел дайынсыздар ма? Баршаңызды құрметпен ортаға! Барлығыңыз биге, кластастар, барлығыңыз биге қойыңыз. Suyundu bize, uyandım ben, öptüm de gözümü.
қайта келіңіздер. Бәрі жасыма, мен көріп тұрмын ба? Мен көріп тұрсыздар ма? Маған бір назар салыңыздар, бүткіл внимание маған беріңіздер, өтініш. Дәл осы жерде, өнерде емес бұл кісілер, өмірде басқа саланың мамандары, басқа саланың майталмандары, бірақ бүгін 45 жылға ән айтса қалай болады деп жігіттердің рұқсат сұрапты. Жігіттер, рұқсат бересіздер ме қыздарға? Ән айтсын ба? Внимание, шабала кәреге, жігіттер. ертеңгі тойға мына қыздардан әрқайсысынан уәде ал дейді маған. Рахмет сіздерге, Назым, рахмет сіздерге, Рахима, Жанар, әсіресе менің келінім Шолпанға рахмет. Баршамызды жақсы тойларда кездесуді Алла нәсіп етсін.